өлеңдермен бастағым келіп отыр. Біздің ең тобымызда керемет баламыз Талант Айсұлтан осы тақпақты орындап береді. Тұра қой. Әжелерге қарап айтамын. Мұқағали мақатай батыр. Мен оны тынасым, күнасым, ақынды жын асқаты қоланшым. Мен оны қасиетті тұрыншым сосын, мен оны көтеріп Бәр жандығы сүйемін қыпылаған, бәрі маға отан деп сыпылаған. Жаным мен кеудемді салып шықты. Сосын боз торғай бол оны сылдаған. Отан. Бәріне бекіген сосын, мәңгілікке сүйіп өтемін. Отаным сүйімде кеуіп кесіз. Отаным сүйімде кеуіп өтем. Ой, жарайсың. Ал енді әжелер, біздің балапандарымыз сіздің ертегіңізді ынтыға күтеді. Ертектен алатын тәрбиеміз өте көп. Қалай балалар, амансыңдар ма? Ертегін жақсы көресіңдер ма? Ертегі тыңдағыларың келе ма? Қалай болса қазір ертегі айтып берем. Ал сендер қандай жануарларды білесіңдер балалар? Орманда жүретін. Өте тамаша. Өте жақсы. Молодец. Тамаша. Ал енді балалар, бүгін мен сендерге түлкі туралы 6 түлкі деген ертегіні айтып берейін. Тыңдаймыз ба? Ертеде кең далада 6 түлкі дос болып ойнап жүріпті. Бірақ сол түлкілердің үстінде біреуінің құйрығы шолақ болыпты. Әлгі шолақ түлкіні қасындағы 5 түлкі мазақ қылып келе беріпті. Соған ренжіген шолақ түлкі қатты ашуланып, мен бұларды қалай мазақ қылсам екен, бұларды орнына қалай қойсам екен деп ұзақ ойланыпты. Қастарына жолатпай, сен шолақсың деп келемеждеп жүргізбепті. Сонымен шолақ түлкі ойланып, ал достарым, ойнайық, бекерден бекер жүрмей, бір ойын ойнайық дейді. Жарайды, ойнайық деп түлкілер шолақ түлкінің ізіне еріпті. Шолақ түлкі 5 түлкіні ертіп алып, қарағайдың ішіне келіпті. Түлкілерге 5 түлкіге көздеріңді жұмыңдар деп 5 қарағайға 5 түлкінің құйрығын балалар байлап қойыпты. Сонан соң көздеріңді жұмыңдар, мен аш дегенде ашасыңдар деп өзі бір биік төбенің басына барып отырып алыпты. Кенет қатты дауыста: сақтаныңдар, мына жақта бүркіт қазысымен аңшылар келе жатыр дейді. Оны естіген түлкілер қатты қорқып, не істерлерін білмей, әрбері қашқылар келеді. Бірақ құйрықтары байлаулы түлкілер Жәнептің қаша жөнелгенде 5-еуінің де құйрығы неғыпты балалар? Жолдып қапты. Сөйтіп 5 түлкіде не бопты балалар? Шолақ болып қалыпты. Содан кейін шолақ түлкіні ешкімде мазақтамайтын болыпты. Сөйтіп бәрі қайтадан жақсы дос болыпты. Тыңдадыңдар ма балалар? Балалар, осындай бір-біріміздің кемшілігімізді айтып, бір жеріміз түзу болмаса, бір-бірімізді мазақтауға бола ма екен? Жоқ! Болмайды ондай. Достар бір-бірін мазақтамайды. Сондай әдеттен не болайық балалар? Аулақ болайық, бәріміз тату болайық, дос болайық, жақсымызды асырып, жаманымызды жасырып, бәріміз бірге тату дос болайық. Ертегі ұнады ма? Түсіндіңдер ма? Ал әжелер, сізге рахмет.